Абай Құнанбаев атындағы Саран жоғарғы гуманитарлық техникалық колледжінде сыр сұхбат пікір алмасу алаңы өз жұмысын жалғастыруда. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында өтіп жатқан шара жас ұрпақты патриоттыққа баулып, әрбір студенттің қоғамдағы орны маңызды екен айғақтай түсуге бағытталған. Тақырыпты тілші тарқатсын. 2022 жылы Абай Құнанбаев атындағы Саран жоғары гуманитарлық техникалық колледжінің құрылғанына 100 жыл толмақ. Ғасырлық тарихы бар білім ошағының шәкірттері бүгінде сан салада еңбек етіп, елдің дамуына өлшеусіз үлес қосуда. Білім ошағындағы сыр сұхбат кездесуінің өтуі де ісімен сөзі сай, ұлы ойшыл Абай Құнанбаев атап кеткендей, білімді саналы, ойы толық адамдар мен студенттерді бір арнаға тоғыстыру. Колледждің бүгінгі қонағы Саран қаласының бас имамы Мұхаммед Қали қажы Салықов болды. Орынды сұрақтар қояды студенттер. Көбіне жаңағы осы исламның бүгінгі таңдағы болып жатқан жағдай, дүниедегі мына исламға деген көзқарас, қандай исламның көзқарасы деген мәселе қозғалып, өзінің көкейінде үлкен сұрақтарға жауап алды деп айта аламыз. Ашық алаңда жүздескен қаланың бас имамы студенттерді адамгершілік қасиеттерге бағыттай отырып, жастардың рухани білімін байыту жайында ой қозғады. Шығармашылық потенциал, патриоттық сезімді қалыптастыру мақсатындағы жүздесуде тіл мен дін, отбасы құндылықтары басты тақырып болды. Бұл жоба бірнеше болды. Осы былтыр жылдан бастап осы жеке жастар ұйымының бастауымен алған осы сұхбатымыз, жобамыз жастарымызбен кездестіріп, осы өздерінің ана тілін сүюге, адамгершілік қасиеттерін қалыптастыруға сондай бір мақсатпен осындай жобаны жалғастырып жатқан жайымыз бар. Облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы Ерлан Құсайын 1995 жылдары осы колледжде білім алған. Мекеме ұжымы Саран қаласы бас имамымен қатар Ерлан Бейсенбайұлында арнайы шақырып жастармен ой бөлісуін жөн көрген. Жүздесу аясында басқарма басшысы ұстаз қадірі елге қызметтің үлкен жауапкершілігі жайлы ой қозғады. Бақытсыздар осындай жерде, осындай ұстаздардан білім алып жатқан. Қазір тіптен енді барлық жағдай жасалған. 95 жылдағы ұстаған оқыды. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы дейді қазақ. Мықты ұстаз болып шығуларыңа біз тілектеспіз. Білім ошағы басшылығы колледжді тәмамдап елге қызмет етіп жүрген жандармен жүздесуді әлі де жалғастырмақ. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына арнайы ұйымдастырылған кездесу студенттердің ой өрісін, ата салтын, түсінік танымын кеңейтуге бағытталған. Мақсат Бейсенаев, Еркебұлан Бекхожин, Аман Хамид, Сарыарқа телеарнасы.